Қайғылы оқиға. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Семейде Дефлимпиада ойындарының қола жүлдегері Ләззат Бақтиярова өмірден озды, деп хабарлайды бүгін КЗ порталы Абай News Telegram арнасына сілтеме жасап. Семейлік спортшы дзюдодан түрлі әлемдік турнирлер мен чемпионаттарда Абай облысының абыройын асқақтатты. Ол әлем чемпионатының 24-ші жазғы Дефлимпиада ойындарының және Азия тынық мұхиты елдерінің бірінші ойындарының қола жүлдегері болған. Облыстық спорт басқармасы Ләззат Бақтиярованың туған туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Біздер де өз командамыз атынан спортшының отбасына көңіл айтамыз. Сіздер де осы бейненің астындағы бір ғана лайк түймесін басып, көңіл айтып қойыңыз. Сау саламат болыңыз.